менің соңғы видеоларым, рилстарым, стористарымның барлығы үй туралы болып кеткеннен кейін дайректке, комментарийға кейбір кісілер жазып жатыр: сенің үйің кімге керек, оны не үшін салып жатсың, кімге отчет беріп жатсың, ондай үйді бәріміз салып жатырмыз, үндемей ақ салып кіріп алмайсың ба, деген сияқты пікірлер білдіріп жатыр екен. Көзім шалып қалып жатыр. Енді мен сол кісілерге жауап бере кетейін. Біріншіден, бұл менің ең үлкен арманым. Анама, бауырларыма үй салып беру, ол менің ең үлкен арманым. Өйткені ол әкемнен қалған аманат, әкемнен қалған парыз. Сондықтан да мен оны істеуге міндеттімін. Екіншіден, қуанышыңды бөліссең көбейеді дейді. Менің жақындарым ол менің оқырмандарым, сіздер. Сондықтан да менің басымда қандай да бір қуаныш болса, оны мен сіздермен бөлісуге дайынмын. Сіздермен бөліскім келеді. Өйткені жақсыны көрмекке дейді қазақ. Жақсы дүниені көрген жақсы. Үшіншіден, үй салсам деп, үй алам деп жүрген, және участок алып қойып, үй бастай алмай жүрген жандарға бір кішігірім мотивация болсын деген ниетім ғой ағайын. Енді бір кейбір мен жасаған қателіктер жасап қоймасын, мен жасаған дүниелерді жақсы жағынан жасасын деген сияқты сондай нәрселермен бөлісіп отырам деп салып жатқан нәрселер. Сондықтан да оны дұрыс жағынан қабылдаңыздар. Және енді бір айта кететін нәрсе, қазақта мынандай бір әдемі сөз бар ғой: бір ауыз сөз жүректің дәрігері, бір ауыз сөз жүректің әбігері дейді. Осындай бір ауыз жылы сөзімен менің дайректімді толтырып тастаған оқырмандарға үлкен алғыс білдіремін. Шын айтамын, толассыз хаттар көп, қолдау білдіріп жатқан, сондай өзінің жақсы жылы лебіздерін жазып жатқан жандар өте көп. Мен соны көріп қатты риза болдым. Бұл сөздерді оқып, ары қарай үйді одан да әдемі салуға менде үлкен мотивация пайда болды. Сондықтан да құрметті оқырмандар, біліп жүріңіздер, сіздердің жазған әрбір комментарийларыңызды, хаттарыңызды барлығын оқимын, барлығын бағалаймын, алғыс айтамын, және үлкен рахмет. Осындай оқырмандарым бар екеніне өте қатты қуанам. Аман болыңыздар. Енді хейтерлар бар, ол кісілерге де рахмет. Ондай адамдар да бізге мотивация. Сондықтан да өмірдің өзі жақсы мен жамандықтан тұратын болғаннан кейін ондай адамдарға өкпелеуге хақымыз жоқ. Айтылатын сөз айтылады, ешкімнің аузына қақпақ бола алмайсың. Әркімнің өзінің айтатын жүрегінде, көкірегінде ойы болады. Бәлкім ол айтып жатқанда дұрыс шығар, ол жақсы жағынан әсер етсін деп айтқым келеді. Енді ең бастысы аман болайықшы. Әр қазақ баспаналы болсын, әр қазақ үйлі болсын. Өз үйім, боз үйім деп өз үйіңде жатып ән айтсаң да, өз үйіңде жатып қонақ шақырсаң да, өз үйіңде жатып жақсы дүние ойласаң да жарасады ғой. Сондықтан да мен енді өз үйіме көшкендегі эмоцияммен сіздерге де соны тілегім келіп тұр. Сіздер де үйлі болыңыздар, сіздер де баспаналы болыңыздар. Әр қазақ зәулім үй салып, сол үйде бірнеше қарға тамырлы қазақ болып, дамып өсіп, өркендей берейік. Аман болайық.